Конго-Қырым геморрагиялық қызбасының табиғи ошақтарында кенелерге қарсы маусымдық шара жүріп жатыр. Аймақтың оңтүстігінен бастау алған залалсыздандыру жұмыстары қала іргесіндегі Иіркөл елді мекенінде жалғасты. Биыл кене көп, жаз маусымы басталмай жатты бақ, бізде жағдай мәз емес. Былтыр қолайсыз аймақ саны 100-ге жетсе, биыл тағы 17 елді мекен қосылып отыр. Облыс аумағы Конго-Қырым геморрагиялық қызбасы ауруының табиғи ошақ көзі. Бұған себеп ауа райының қолайлылығы, географиялық ландшафтың ерекшелігі, сондай-ақ қауіпті індет қоздырғышымен зақымданған кенелердің табиғатта көптеп кездесуі. Биыл өңірдегі қолайсыз елді мекен саны 117-ге жетіп отыр. Әсіресе Шиелі, Арал, Жаңақорған аудандарында зиянды жәндіктер қаптап кеткен. Бұл ретте мамандар 69 елді мекеннен 7 мыңға жуық кене жинап, оның 155-нен Конго-Қырым геморрагиялық қызбасының қоздырғышын анықтады. 155 дана кенеден осы Конго-Қырым геморрагиялық қызбасының қоздырғыштары анықталып отыр. Жұқпалық пайызы 2,2%-ді құрады. 12 елді мекен аумағынан Конго-Қырым геморрагиялық қызбасының қоздырғышы анықталса, соның ішінде 10 елді мекен бұл жаңа табиғи ошақтар болып табылады. Мамандар залалсыздандыру жұмыстарын арнайы автокөліктерге орнатылған агрегаттардың көмегімен жүргізуде. Ол үшін дельтаметрин препараты қолданылады. 10 сәуірден басталған жұмыстар барысында Жаңақорған мен Шиелі ауданында 2015 гектар жер залалсыздандырылды. Әйткенмен сақтықта қорлық жоқ демекші, далалық жұмыстар мен мал шаруашылығы кезінде қымтанып жүруді естен шығармаған жөн. Мал күтім жағдайында адамдар ұзын жең, ұзын балақ кию керек. Себебі кенеден сақтану жағдайында көйлектің жеңін түймелеп, етікке балақты қыстырып қою керек. Сосын жұмыс аяқталғансын кененің бар жоғын анықтап, киімді қарап, қағып қарау керек. Жалпы биыл мамандар 9270 гектар жерді кенеден залалсыздандыруды жоспарлап отыр. Көктемгі эпид маусым кезеңінде соның тең жартысы дәріленеді. Гүлсім Нұрланқызы, Бөгенбай Абасилов, Қанат Махамбетов, Қазақстан, Қызылорда телеарнасы.